Достар, қалайсыңдар? Бүгін Аяз Би деген ертегімен байланысты өзінің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай. Ақыреттік дос болу деген нені білдіреді? Және оны басқа сөзбен қалай алмастырар едіңдер? То есть спрашивается, что означает быть вечным другом и какими словами вы бы это заменили? Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады. Ақыреттік дос болу дегеніміз бүкіл өмір бойы дос болу, яғни оны басқа сөзбен алмастырсақ, мәңгі дос болу. Тағы да қосуға болатын нәрсе, біз осындай ақыреттік достықты Зәрлі ханның 20-шы әйелі мен Мадан ханның биологиялық анасының арасында көре аламыз. Енді аударайын. То есть быть вечным другом — это значит дружить всю жизнь. В сказке мы встречали вот такую дружбу между 20-й женой Зәрлі хана и биологической матерью Мадан хана. Болды, достар, сау болыңыз.